Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Бүгін Мұқағали Мақатаев атамыздың жазған бір өлеңін оқығым келіп отыр. Уақыт тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуір де, заманың да. Менің жаным ашиды мұны өмірде, өтпейтіндей көретін адамдарға. Негізі Мұқағали Мақатаев ағамыздың жазған өлеңдерінің барлығы сондай мағыналы, керемет, иә. Бұл өмірден жас өтіп кетсе де, артына соншама шығармаларын қалдырған сондай ақынға бас иеміз, рухына бас иеміз, жаны жәннатта болса екен дейміз. Негізі алып қарайтын болса, әр қазақ өлең жазады, иә, әдемілеп жазады, көркем жазады. Негізі баланы жастан деп айтады. Сондықтан да бір әдемі өлең жазуға, балаңыздың қандай да бір биіктерден көрінсе десеңіз, бүгінгі күннен бастап балаңызға ақырындап бір 4 жол болсын өлең жаздырып көріңіз. Негізі мына қазақ тілі мамандары айтады, менің құрбыларымның көбі қазақ тілі мамандары болғандықтан, сол құрбыларым өз сабақтарында балаларға бір күн арнайды екен. 4 жол өлең жазыңдар деген. Сонда қарасаң дейді, әп-әдемі, мына 4-ші класс, 5-ші класс болсын, кішкене класстар болсын, өзінің деңгейіне қарата әп-әдемі өлеңдер жазады дейді. Міне көрдіңіз бе, қандай да бір қызығушылығы оянады, иә, баланың. Қандай да бір мына қазақтың тіліне деген, өзінің ана тіліне деген сүйіспеншілігі артады. Сөйтіп, мүмкін кейінгі заманда балаңыз сондай бір керемет жазушыға айналуы мүмкін. Сондықтан да қалыс қалып қоймай, баланың болашағын бүгінгі күні жасаңыз. Негізі қазақ халқы айтады, иә, баланы бастан тәрбиелеу керек дейді. Сондықтан да балаңызды кішкене күнінен бастап тәрбиелесеңіз, ертеңгі күні опық жемейсіз, иә. Сол балаңыздың қызығын көресіз, жақсылығын көресіз, тәрбиелі, өнегелі болғанын, үлгілі отбасы болғанын көресіз. Негізі тәрбие тал бесіктен, ұяда не көрсе, ұшқанда соны біледі деп қазақ бекерге айтпайды. Сондықтан да тәрбиені бүгінгі күннен бастаңыз. Қазақтың дәстүрін, тілін, дінін сақтай алатын, қазақтың дәстүрімен жүріп, әдемі, сұлу да сүйкімді қазақ тілінде сөйлей алатын ұрпақты тәрбиелеп шығуға тырысыңыз. Сау саламатта болыңыз. Ең керемет, ең әдемі өмір ол сіздікі. Себебі бұл өмірге сіз қазақ болып жаралдыңыз. Негізі қазақта киелі 9 сөз бар дейді, иә. Аяғынан да басынан да оқысан бір мағына беретін. Сондықтан да біз киелі халықпыз, киелі ұлтпыз, тіліміз біздің керемет. Сондықтан да ана тілінде сөйлеуге тырыспаңыз.